Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Балқаш көлі жайлы ертегі оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Бір замандарда Балқаш көлінің екі жағалауында екі әдемі қала болыпты. Солардың бірі Бал деп аталса, екіншісі Қаш деп аталыпты. Бұл қалалар тұрғындары өздерінің дәстүрлі қолөнер кәсібімен айналысатын шағын екі елді мекеннен пайда болған еді. Мекен тұрғындары суға сүңгілеушілер болатын, олардың көлдің түбіндегі қабыршықтардан інжу жинайтын. Бір жылдары кең далада тұз атаулысы таусылып, адамдар қиыншылыққа душар болады. Сол кезде Қаш қаласының мекендеушілер көлдің суын арнайы елек арқылы өткізіп, тұзды бөліп алуды ойлап табады. Содан олар осы жұмыспен күндіз-түні айналысып, інжу алу үшін бұрынғыдай суға сүңгуді доғарады. Өйткені оған тіпті уақыттары да жоқ еді. Қала өсіп, өркендей береді. Бірақ өкінішке орай көлдің суы тұшып кетеді. Сонымен қатар олар көлдің қарсы бетіндегі Бал қаласының өсіп, байып кеткенін байқайды. Өйткені үнжу беретін қабыршықтар тек тұзды суда ғана тіршілік ететін. Ал көлдегі су тұшыған кезде олар көлдің қарсы жағалауына қарай ойысқан болатын. Артынша Қаш қаласының немен айналысып жатқанын білген Бал қаласының тұрғындары шошып кетеді де, себебі көлдегі тұз таусылса, інжу де жоқ болмақ еді. Осыдан қауіптенген олар көршілерімен көлді екіге бөлуді келіседі. Уақыт өте келе көлдің Қаш қаласына тиесілі бөлігін су мүлдем тұщы болып кетеді. Өйткені тұз таусылған еді. Адамдар қаладан кетіп қалады. Біраз адамдар жазық далаға, ал көпшілігі Бал қаласына көшіп барады. Ол жерде суды сүзуге тыйым салынған болатын. Сондықтан оларға үнжу іздеу үшін қайтадан суға сүңгуге тура келеді. Бал үлкен қала болатын. Ал Қаш қаласының тұрғындары қосылған соң одан сайын кеңейеді. Мұндағы адамдар түгел үнжу іздеумен айналысады. Ақырында олар ең соңғы үнжуді алып тынады. Балқаш көлінің жағалауындағы сол бір замандарда адамдар тастап кеткен қос қала жоқ болғалы қашан. Олардың қабырғаларын жел қиратып кеткен. Ал көл болса сол баяғы қалпында. Жартысы тұзды, жартысы тұщы болып қала береді. Достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.